Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Елорда жастары, сіздерді Елорда жастар бағдарламасы басталуымен құттықтаймын. Баспана шынайы мұқтаж жандарға бұйырсын, баршаңызға, яғни шынайы мұқтаждарыңызға сәттілік. Достар, алдында мен бейнероликтердің біразын түсіргем, яғни Елорда жастар бағдарламасы бағыты бойынша, жалпы қалай қатысуға болады, қалай өтінім беруге болады, қандай құжаттар қажет, қай салалар қатысалады. Одан кейін осы Елорда жастар бағдарламасы бойынша соңғы бейнеролигім атауы перешкеден да ыстық сұрақтар етін. Дәл сол топ сұрақтарды, яғни мен сіздерге түсіндіруді жалғастырамын. Бүгін келесі 9 сұраққа сіздерге жауап беремін. Мүмкін араларыңызда қайсы біріңіз осы сұрақты сұрастырып, жауабын таба алмай жүрген шығарсыздар. Елорда жастары бағдарламасы ең алғашқы сұрақ. Орта және жоғары білім маңызды ма? Яғни барша салаларда орта және жоғары білім маңызды ма? Орта және жоғары білім маңызды тек қана екі салада. Біріншісі денсаулық саласы, екіншісі білім саласы. Егер сіз денсаулық саласында жұмыс жасайтын болсаңыз, міндетті түрде сол салада жұмыс жасауға рұқсат беретін сіздің арнайы біліміңіз, яғни дипломыңыз болуы қажет. Білім саласында да сондай, міндетті түрде сізде орта немесе жоғарғы білімі бар деген анықтама құжат, яғни диплом қажет. Міндетті түрде өтінім берер кезде осы құжаттарды салуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге алдыңғы бейнероликтерде айттым ғой, доработка деген болмайды. Құжат салмадыңыз ба, болды, сізге отказ келеді. Жұбайлар бөлек өтінім тапсыра ала ма? Осы жақында тікелей эфир жүргізіп отырмын. Сол кезде көпшілік бағана жазып отыр да. Мен тапсырсам қалай болады? Жоқ, жұбайым тапсырса қалай болады? Екеуміз де бірдей өтінім берсек қалай болады деп. Достар, жұбайыңыз екеуіңіз ортақ отырып бір шешімге келіңіздер. Бейнероликтерде түсіндірдім ғой алдыңғы қалай бал санау керек екенін. Солай санап көріңіздер. Кімнің балы жоғары, кімнің жұмыс өтілі жоғары, сол кісі қатысып көрсін. Яғни жұмыс өтілі көп. Жарайды ма? Екеуіңіз бірдей өтінім беріп жүрмеңіздер. Әрмен қарай. 6 күнкөріс деңгейіне, яғни пенсия пособие жатады ма? Көпшілікті қазір толғандырып отқан сұрақ. Өтінім бердік, бізде табыс асып кетпей ма? Егер бізде қосымша пенсия пособие болатын болса. Достар, пенсия пособие 6 күнкөріс деңгейі, яғни 205.812 теңгеден асып кетуге жатпайды да, саналмайды да. Уайымдамаңыздар. Ол төлем қабілеттілігін растау барысында сіздерге қосымша табыс ретінде көрсетсеңіздер болады. Бірақ дәл осы күнкөріс деңгейін асып кетуіне немесе жетпей қалуына әрине өзіндік үлесін қосады, қосымша табыс ретінде. Бірақ асып кетуіне ешқандай да бір кедергісін келтірмейді. Барша талапқа сай, прописка бәрі бар, бірақ басқа қалада жұмыс жасайды. Қараңыздаршы, прописка бар. Нұр-Сұлтан қаласына соңғы 1 жыл тұрды, бірақ басқа қалада жұмыс жасайды. Болмайды, достар. Міндетті түрде осы Нұр-Сұлтан қаласында соңғы 1 жыл жұмыс жасау керек. Қажет десеңіздер келесідей жағдайлар қозғалып отыр. Көптеген жандар тұрған Қосшыда жұмыс жасайды. Нұр-Сұлтаннан шықтың, 10 минут машинамен жүрсең, сен Қосшыда тұрсын. Қосшыда жұмыс жасайтын адамдар қатыса жатыр. Мінекей, достар. Нақты Нұр-Сұлтан қаласында жұмыс жасайтын жандар. 35 жасында өтінім берді. Көпшілік толғандырып жүрген сұрақ. Біраз адам осы сұрақты қойды маған бар ғой Инстаграмда. Бүгін мен 35-темін дейді. Мысалда өтінім берер сәтке таман. Өтінім бердім, құжаттарды салдым. 1 күннен кейін немесе 2 күннен кейін 36-ға толып кеттім. Енді не істеймін? Ертең төлем қабілеттілігін растау келгенде мен 36-та боламын ғой. Сонда бағдарламаға қатысамаймын ба деп отыр. Еш уайым болмасын. Сіз өтінім берер сәтке таман жасыңыз 35-те болды. Қажет десеңіз, бүгін өтінімді кешкі сағат 22:00-де беріңізді, 24:00-ден кейін сіздің жасыңыз 36-ға толсын. Ештен кетпейді. Ең бастысы өтінімді 35 жасыңызда беріп, дұрыс беріп, құжаттардың бәрін әдемілеп, дұрыс салсаңыз болғаны. Әрмен қарай, больницада бухгалтер, мектепте, отдел кадрда жұмыс жасайтын адамдар қатысамайды ма? Қатысамайды оқысылар. Достар, қатысамайды. Болды. Неге десеңіздер, больницада медицина саласында жұмыс жасайтын мамандар қатысылады, яғни медработники дейді, мектепте тек қана преподаватели, мұғалімдер. 7-ші сұрақ, соңғы 6 айдың ішінде 1 ай жоқ, отпуск больничный. Бұл сұрақты көп адамдар қойды маған тікелей эфир барысында. Мен Инстаграмда мақсатпен десеңіздер табасыздар, мен өзім жеке парақшам. Яғни соңғы 6 айдың ішінде 1 ай жоқ, отпуста болдым, больничныйда болдым, не істеймін деп отқандар бар. Ештен кетпейді. Бағана справка, зарплата бәрін салып отырсыздар ғой. Сол кезде қосымша приказ салыңыздар. Яғни дәл осындай уақыттың ішінде мынандай кісі отпускта болды. Немесе больничныйда болды деген құжатты міндетті түрде салыңыздар.
Әйтпесе тексеретін кезде қарайды, сізде соңғы 6 айдың табысын қарап отқан кезде 1 ай жоқ. Не үшін жоқ? Яғни требования бойынша міндетті түрде 6 ай болу керек, бірақ егер сіз қосымша құжат салатын болсаңыз, отпуста болды, больничныйда болды деген, онда ол ескеріледі. Салмадыңыз ба, сізге отказ келеді. Арендное жилье, білесіздер, арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи деген бар. Онда арендное жилье без права выкупа для очередников деген бар. Егер кім деген арендное жилье алса, осы елорда жастарына қатысамаймын деп ойлап жүрсе, достар, сіздер қателесесіздер. Әнің бір екісіден естіп қалдым, бізге былай айтты, сіз бір мемлекеттік бағдарламамен үй алып қойғансыз, арендада тұрсыз, қатысамайсыз деп. Достар, меншік құқығы сіздерге өткен жоқ қой аренда жүйемен, дұрыс па? Сіздер 5 жыл аренда төлейсіздер де, одан үйді босатып бересіздер ғой. Яғни баспана алғанша, өздеріңіз ақшаны жинап алғанша. Қатысыңыздар елорда жастарына. Елорда жастарына қатыссаңыз, бірақ өтіп отсаңыздар, арендный жүйеден бас тартасыздар. Бас тартуға тура келеді, енді екі жақтан да бірдей қолданып тұруға болмайды. Өтінім беру барысында әке шешем, туған бауырым, отбасы мүшесі ретінде көрсетуге бола ма? Яғни бұл сұрақты кімдер қойып отыр? Табысы жан басына шаққан кезде 205.812 теңгеден асып кететін жандар. Көп сондай сұрақ қоюда. Мен өзім әке шешем тартассам қалай болады? Табыс асып кетіп тұр. Енді отбасылар жасырмай қойды. 3-4 баласы барлар енді көпшілікте енді бұндай табыс, көпшілікте демек қой, кейбіреуінде енді жоқ қой енді бұндай табыс шында да. 4 адамға 800-ден асып кететін табыс. Сондықтан оларда бұндай сұрақ туындап отқан жоқ. Бұндай сұрақ туындап отыр көбінесе тұрмыс құрмаған қыздарда, үйленбеген жігіттерде мысалда сол кісілер сұрап отыр. Яғни табыс бізде 205.812-ден асып кетіп отыр. Біз үйленбегенбіз, өзіміздің бала шағаларымыз жоқ. Енді қайтеміз? Міне. Әке шешемізді қоса салып, екінші адам ретінде көрсетсек бола ма? Туған бауырымызды көрсетсек бола ма? Қажет десеңіздер, мынандай сұрақтар болды. Мен әке шешем мен қолымда тұрады деп көрсетсем де. Жоқ, достар. Близкие родственники деген түсінік бар, яғни жақын туыстарыңыз. Оның ішінде деп айтылған ерлі зайыптылар, яғни жұбайыңыз, қосымша өзіңіздің балаларыңыз. Сондықтан осы сәттердің бәрін ескере кеткендеріңіз жөн. Алдыңғы бейнероликте, осы бейнероликте мен сіздерге барынша қажетті ыстық, ең топ деген сұрақтарға жауап бердім. Бірақ көбінесе сұрақтарға алдыңғы бейнероликтердің бәрінде жауап беріп тастағам. Мынау қосымша кейін туындап отқан сұрақтар. Енді ел сұрайды, тағы да басқасы сұрақтар туындай береді ғой. Сондықтан сол достар, үлкен өтініш, мен YouTube каналыма подписацияны басып, группаларға таратып қойсаңыздар. Шында да ол бұл бағытта жұмыс жасап, еңбектеніп, сіздер үшін өзінің бос уақытын арнап видео түсіріп жүрген адамға ол керемет бір мотивация. Подписчиктер көбейіп отса, жақсы тілек, ізгі ниет, комментарийде жазылып отса, ол керемет мотивация. Мүмкін жай ғана сіз үшін бұл бейнеролик шығар. Сіз көрдіңіз, өзіңізге қажетті сұрақты алдыңыз, одан кейін әрмен қарай келесі видеоны көріп кете бердіңіз. Бірақ бұл мен үшін еңбек. Бұл мен үшін маңызды дүние. Бұл мен үшін өзімнің бір халқыма, еліме деген ілтипатын, махаббатымды жеткізудің бір жолы. Неге десеңіздер, дәл қазіргі сәтте осы бейнеролик үшін мен сіздерден ақы сұрап отқан жоқпын, тағы да басқасы да мысалға. Сондықтан сіздердің ілтипаттарыңыз, сіздердің құрметтеріңіз, сіздердің былайша айтқанда мәке разымыз деген бір сөздеріңіз, яғни ол подписацияны баса кету. Сол қымбат достар, шынымды айта кетейін, елорда жастардың бәріне, жалпы жастарға өзім жақсы бір тілегім келіп отыр. Жастар алға, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер, баспаналы болыңыздар, еліміздің көркеюіне, өсуіне бір жақсы бір үлес қосыңыздар. Шынай осы бейнероликті көріп отқанада мен саған баспаналы болу бағым бұйырдым. Шынай бұйырсын, осы видеоны көр, өз баспанаңа ие бол, өзіңнің отбасыңмен, немесе өзің әке-шешең, жақындарыңмен өзіңнің үйінде отыруды міне шынай жүрекпен мен саған тіледім. Өз арманыңа жет, бағдарламадан өт, асықпа, дұрыстап бер өтінімді, басталып құжаттарды сала сама, ақылдас, ел жұрттан сұра, осы аптаның соңына дейін сенде уақыт бар. Ең бастысы асықпа. Дұрыс емес салып қойып, өтуге мүмкіндігің болып тұрса да, сен бағдарламадан өте алмай қалуы мүмкінсің. Осы сәтті жіберіп алма, саған бұйырып тұрған пәтер шығар. Жақсы қымбатты достар, сіздермен бірге болған мақсат әр қазақстандық баспаналы болсын. Тағы да айта кетемін, YouTube каналыма подписаться басып қойсаңыздар, мақсатпен мақсатқа.